Сәлем достар, сіздермен бірге мен Атитока. Достар, бүгінгі видеода мен өзімнің Токабокадағы адамыма үй жасайтын боламын, тағы да. Мен негізі бұрыннан бері көретін подписчиктерім біледі. Мен өте достар, өйткені менде кейде Токабока өшіп қалады. Сондай кездерде мен үйімді қайтадан тура сондай жасауға кейде ерінемін. Сосын или кейде ол үйім ұнамай қалады, или кейде сол үйім өшіп қалады деген сияқты. Сол үшін мен жаңадан үйге көштім. Енді білмеймін, бұдан көшпейтін шығармын, өйткені осы үй маған өте қатты ұнады. Мен сіздерге ең соңында үйдің қалай шыққанын көрсетемін. Және достар, мен сіздерден өтінерім, осы видеоны толық көріңіздер, өйткені осы видеода мен қазір өзім туралы айтып кетемін. Өйткені мына жерде 6 минут. Сіздер просто так көрсеңіздер, іштеріңіз пісіп кетеді. Сол үшін де мен сіздерге өзім жайлы факттарды айтатын боламын. Бірінші, менің атым Атика, сол үшін менде Атитока. Өйткені достар, мені үйде ғана емес, бүкіл достарым барлығы Ати деп айтады. Сол просто Атика дегеннің қысқартқан түрі Ати болады. Сосын мен оны Атитока деп қойдым. Сосын барлығы ойлайды, неге сондай необычный ат, ондай аттар бар ма не деп. Я, достар, ондай ат бар. Оны ChatGPT-дан мағынасын сұрап көрсеңіздер болады. Сосын сол кісінің оқиғасын тоже сұрасаңыздар болады. Сосын достар, екінші, менің жасым 12-де. Мен негізі 19 сәуірде мен туған күнім өтіп кетті. Бірақ та мен негізі ютубқа жазайын дегенмін, мен туған күнім болды бүгін деп. Бірақ та мен оны жазуды ұмытып кетіппін. Сосын менде уақытта болған жоқ ол кезде жазатын. Енді қазір мен жасым 12-де. Мен осы ютубты бастаған кезде жасым 10-да болған. Уже 2 жыл болды осы ютубта жүргеніме. Так, сосын мен 6 класты бітіріп жатырмын. Енді келесі жылы мен 7 сыныпқа көшемін. Мен негізі 5 класс болған кезде, яғни 5 класты бітірген кезде осы ютубты бастағанмын. Так, достар, сосын мен ащы тамақтарды жақсы көремін. Сосын маған негізі тәтті де ұнайды, бірақ та маған мүлдем қышқыл ұнамайды. Және қышқыл жақсы көретін адамдарды мүлдем түсінбеймін. Өйткені ол біртүрлі ғой, дәмі жаман, маған ұнамайды. Сосын мен қандай тілдерді білемін, например, мен негізі қазақша енді білемін, конечно, өйткені қазақпын ғой, қазақша видеоларды түсіремін. Қазақ болып туғаннан кейін мен қазақша мен өте жақсы сөйлеймін. Сосын бізде үйде барлығы, конечно, қазақша сөйлейміз. Ал келесі тіл, ол менде орыс тілі. Енді орыс тілді мен тоже өте жақсы түсінемін. Өйткені мен 1 сыныптан бері өтіп жүрмін орысша. Тіпті оған дейін де мен түсініп жүргенмін орысша негізі. Но ол кездерде мен қатты түсінбегенмін. Ал қазір дегенде 3 сыныптан бастап мен орыс тілді өте жақсы түсінетін болдым. Енді, достар, орыс тілін өте жақсы білемін сондай. Ал келесі бізде ағылшын тілі. Енді біз қазір басқа елде тұрып жатырмыз, яғни Қазақстанда емес, басқа мемлекетте. Сол үшін маған ағылшынша білу өте маңызды. Біз енді қазіргі уақытта ағылшынша үйреніп жүрміз. Енді мен қатты білемін деп айта алмаймын ағылшынша, бірақ та түсінемін. Кішкене ғана сөйлей аламын. Сосын айтпақшы, мен мысықтарды өте жақсы көремін, достар. Мен сосын анамнан сұрап көретін шығармын мысық асырауға. Енді білмеймін, негізі анам рұқсат етпейтін сияқты, өйткені мысықтар үйдің барлығын шашып кетеді, соған рұқсат етпейтін сияқты. Білмеймін енді, бірақ мен әкем рұқсат ете береді. Егер достар мен мысық алып жатсам, мен сіздерге айтамын, мысығымды көрсетемін дегендей. Так, сосын не айтуға болады, достар, мен уже ең соңғы бөлмесіне келдім. Ең соңғы дегенде мен өзімнің бөлмем, бірақ та осы гостиныйда ортасы менде андай пустой болып қалды. Так, сосын достар, мен қандай спортта жақсы көремін. Маған негізі бокс ұнайды, сосын садақ ату, атқа отыру, карате, тэквондо деген сияқтылар ұнайды. Енді көп спорттар ұнайды негізі. Сосын андай таудан сырғанайтын бар ғой, соны атын білмеймін тұр қыз. Суретім ба, бірдеңе тастап кетемін қазір мына жерде. Так, мен мына жерде шкафты ауыстырам дедім, мына жерде, өйткені білмеймін,
мына шкаф маған өте қатты ұнайды негізі, бірақ жасыл шкафта өте ұнады, но все равно ананы қойдым. Сосын мен айтпақшы мотоциклда отыруды өте жақсы көремін. Мен негізі отырып көрмеген, бірақ та мен өте қатты алғым келеді мотоцикл. Бірақ енді ол өте қымбат тұрады, 1 миллиондай ма сондай, бірақ та мен мотоцикл бәрібір өте қатты армандаймын. Өте күшті ғой мотоцикл, айдап жүрсен. Сосын велосипед те күшті. Бірақ та біз әлі велосипед алған жоқпыз, но сосын әкем айтты алып беремін деп. Так, тағы не айтсам болады? Достар, айтпақшы, мен негізі 5-ші сыныпқа дейін, жоқ, 4-ші сыныпқа дейін негізі сабақты өте жақсы оқығанмын. Бірақ сосын 5-ші класстан кейін сабақ оққаным түсіп кетті. Только орыс тілден ғана барлығы 5, орыс тілден вообще 4 алмағанмын, только 5 ғана алып жүрдім, ал басқа сабақтардан 4 болды. Жаман болды, достар. Бірақ енді оны түзеуге болады шығар, білмеймін. Ал сосын, достар, мен уже аузым ауырып кетті ғой, және мен мынау ең соңғы бөлмемді бітіріп қалдым. Айтпақшы, сіздер байқағандарыңыздай, мен токабокада да өзіме мысық алдым. Енді шын өмірде де алсам екен деп тілеймін. Өйткені мысық деген өте күшті. Сосын мен одан мүлдем қорықпаймын, мысықтардан. Негізі бұрында кішкентай кезінде қорқатынмын, ал қазір мүлдем қорықпаймын. Міне, достар, менің үйім бітті уже. Өте әдемі шықты, маған өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнады ма, комментария жазып кетіңіздер. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мені тиктокка. Сау болыңыздар, достар.